Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәруменге толы асқабақты крем-суп жасаймыз. Бізге ең алдымен керегі асқабақ, картоп, пияз, сарымсақ және де сәбіз. Ең алдымен бұларды барлығын орташа көлемде 4 бұрышты етіп тураймыз. Бұл сорпа әсіресе А дәруменіне бай болғандықтан күз мезгілдерінде, көктем мезгілдерінде жасасаңыздар, міндетті түрде витамин, яғни дәрумен жетіспеушілігінен алыс боласыздар. Сондықтан да сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Ал егер де менің каналым сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Видеода көрсетілген көкөністерден басқа да көкөністер қоссаңыздар болады. Май қызғаннан кейін ең алдымен пиязымызды және сарымсақты салып қуырып аламыз. Асты күйіп кетпейтіндей араластырып отырамыз. Оның үстіне асқабақ, сәбіз, картопты салып, тағы да араластырып, дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Барлығын салғаннан кейін үстіне су құямыз. Су міндетті түрде не аз болмау керек, және де өте көп болмау керек. Яғни орташа мөлшерде асқабақтың бойымен бірдей болуы керек. Барлығын салғаннан кейін шамамен 15-20 минуттың ішінде пісіп шығады. Дайын болғаннан кейін блендермен езіп алсаңыздар да болады, немесе осылай мен сияқты жеке алып өткізіп, одан кейін барып суп ретінде шығарсаңыздар да болады. Мінекей мен осылай блендерға салып езіп алдым. Одан кейін жаңағы кастрюльдің түбінде қалған сорпама қалған езілген бөлігін құйып шықтым. Осылай барлығын құйғаннан кейін жақсылап араластырып, егер де тұз жетпейтін болса, дәміне қарай тұз салып, және де үстіне 30% қаймақтан салып араластырдым. Қаймақты қалауларыңыз бойынша 1 ас қасық, 2 ас қасық салсаңыздар болады. Мінекей қыздар, біздің крем сорпамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Иісі, дәмі өте керемет болып шықты. Жалпы маған осы асқабақ сорпасы өте қатты ұнайды. Балалар да сүйіп жейді, өйткені асқабақтың өзіне тән тәтті бір дәмі болады. Сол үшін де қазір күз кезінде иммунитетті көтеру үшін таптырмас сорпалардың бірі болып табылады.